Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен дәл кафедегідей болып шығатын кафенің пиццасынан қалыспайтын дәл осындай жұмсақ пиццаны үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Видеоны жоғалтылмастан алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап ерітіп, бір ыдысымызға құйып алатын боламыз. Оның үстінен шекерімізді салып, оның үстінен дрожжымызды салып, жақсылап оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң, оның үстінен ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр елеп аламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлық грамм массаларын осы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Бізде дәл осындай қамыр дайын болады. Енді осы қамырымыздың үстінен аздаған сұйық майымызды құйып, тағы да қамырымызды әрі қарап осылайша елеп алып дайындап аламыз. Енді ашытуға 1 сағат уақытқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз осылай колбасаларымызды турап, сырларымызды теркадан өткізіп, барлығын дайындайтын боламыз. Менің бұл жердегі колбаса мұсылманский колбаса, халал колбаса, осылай барлығын турап алдым. Енді осылай моцарелла сырын қосатын боламыз. Сырымызды осылайша ашып, терканың көмегімен барлығын осылай теркамен өткізіп алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнары сөзсіз. Мен жасаған бұл пиццадан менде 3 дана пицца дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай барлық сырымыз дайындап алғаннан соң бір ыдысымызға мен соусқа осылай кетчуп пен майонезді қолдандым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қолдан жасасаңыздар да болады. Мен кетчуп пен майонезді бір-біріне араластырып, оның үстінен 2 чесногымызды осылай теркадан өткізіп салып, жақсылап араластырып, осылайша соусын дайындап алдым. Достар, өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздер пиццаны қалай дайындайсыздар? Барлығын осы видеодан төменгі жағында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде комментарияны оқитын боламын. Дәл осы міне қамырымыз біздің көтеріліп дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, 3 сыбала жасап, тындыруға қойып қоятын боламыз. Оның соң қамырларымыздың бәрі тынғаннан кейін біріне-бір алып, жайып дайындайтын боламыз. Осылай бәрін зүбала жасап, дайындап алатын боламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Менің каналымда 250-ден астам рецепттер көп. Үй жағдайында жасалатын керемет, бір жасағаннан шығатын пирогтар, торттар, бір дана жұмыртқамен жасалатын, айранмен, сүтпен пісіретін заттар өте көп. Ішіне кіріп, каналыма кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Осылай тынған қамырымыздың бір зүбаласын алып, дәл осылай оқтаудың көмегімен дәл осындай қалыңдықта, жұқалықта жайып аласыздар. Дәл осылай енді формамызға, алдын ала пергамент қағаз төселген формамызға салып, листімізге осылай қамырымыздың шеттерін бөгіп, жаңағы дайындап алған соусымызды дәл осылай пиццамыздың бетіне жағып алатын боламыз. Оның үстінен бірінші сырымызды, сонан соң колбасаларымызды қойып шығатын боламыз. Дәл осылай колбасаларымызды қойып, 200 градуста 20 мен 25 минут уақыт шамасында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне менің пиццаларым пісіп дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны жоғалтылмастан міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алма